Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Қонарова Алтынай Орынбасар қызы. Бүгінгі онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы 27-ші тақырып интернетке деректер жіберу. Сабақтың оқу мақсаты қоса тіркелген файлдары бар хабарламаларды электронды почта арқылы қабылдау және жіберу. Жаңа сабақты бастамас бұрын бәріміз бірге ойланайық. Интернет деген не? Интернет дегеніміз миллиондаған компьютерлерді байланыстыратын ғаламдық желі. Бүгінгі сабақта біздің үйренетініміз электронды почта туралы түсінік, электронды почтаға тіркелу. Қазақ тілінде электронды почта, орыс тілінде электронная почта, ағылшын тілінде email. Интернет желісінде қызметтің алуан түрі бар. Сондай қызметтің бір түрі электронды почта. Бұл интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын қызмет. Электронды почтамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтің түрлері көп. Мысалы, Gmail. Сонымен қатар қолданушысы көп қызметтік почталардың бірі iCloud mail.ru почта қызметі. Электронды почта жәшігінің адресі былай көрсетіліп жазылады. Тұтынушының аты, арнайы белгі, пошталық қызметтің аты. Мысалы, Конарова 80 iCloud mail.ru. Бұл жерде тұтынушының аты Конарова 80, арнайы белгі iCloud және пошталық қызметтің аты mail.ru. Mail.kz пошталық қызметіне тіркелу жолын қарастырайық. Бірінші, компьютердегі кез келген браузерді іске қосу. Шыққан сұхбаттық терезенің адрес бөліміне сілтемені теріп, содан соң Enter батырмасын басамыз. Ашылған терезеден жаңадан почта жәшігін ашу батырмасын шертеміз. Ашылған беттегі суретте барлық қатарды сұраныс бойынша қатесіз толтырып шығамыз. Имя, аты өрісі, фамилия тегі өрісіне, дата рождения, туған күнімізді, сұралған мәліметтердің барлығын толтырып шығып, көрсетілген кодты өріске жазып, жалғастыру батырмасын басамыз. Осы әрекеттер орындалғаннан кейін біз mail.kz поштасының жәшігіне тіркелеміз. Олай болса, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, мына тапсырманы дәптерді ашып, дәптерге орындаймыз. Тапсырма: mail.kz пошталық серверінің элементтерін сәйкестендіріп, талдау жаса. Берілген мәлімет бойынша сәйкестендіріп дәптерге жазамыз. Жарайсыңдар балалар, орындап болсақ, енді үйге тапсырма тест жұмысын орындаймыз. Көріп тұрған 5 сұрақтан тұратын тест сұрақтарын дәптерге жауабын жазып, менің чатыма жеке жіберулеріңді сұранамын. Интернет желісіндегі қызметтің түрі, электронды почтамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтің түрі, электронды почта жәшінің дұрыс көрсетілген адресі, қазақстандық почталық сервер қалай аталады, миллиондаған компьютерлерді біріктіретін желі. Тест сұрақтары сендерге түсінікті деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.